Құрметті біздің барша қазақстандықтары, және де той қонақтары, сендер шапалақ ұрмайсыңдар ма? Біздің ата-бабаларымыз сан ғасырлар бойы ұлан-байтақ жерімізді білектің ұшымен, найзаның ұшымен құтқарып болған ағайын. Енді сәлем берген саулығын береді дейді, және өзімді қысқаша таныстырып өтейін, және танып жатыр, танымайтыны бар. Осы бірінші канал деген бар. Білеміз ба? Сол бір информбюро деген бір жаңалық бар, енді жақсы нәрсе айтпайтын. Сол информбюроны жүргізетін бір Мақсат Толықбай деген бір диктор бар. Сол менмін, иә. Бақада шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Арымда ақтарамын, сенсің ғой, сенсің ғой тапқан әнім. Ақ таңда ақша қарға шомылған ақ маралым. Сырымда ақтарамын, сенсің ғой, сенсің ғой тапқан әнім. Ақ таңда ақша қарға шомылған ақ маралым. Кеш жарық. Құрметті қонақтар, бүгінгі дүбірлі кешімізге қош келдіңіздер дейміз. Енді бүгінгі кешімізді, тойымызды бастамас бұрын ең алдымен білесіздер, қазақ қашанда құдасын құдайындай сыйлаған халықпыз. Содан ең алдымен әулетіміздің жаңа құдаларын бір рұқсат болса, орнымыздан тұрып, шапалағымыз ұрып, қошемет құрметпен жекешелеп әндетіп бір қарсы алсақ деп жатырмыз ағайын. Жаңа құдаларымызды қарсы алайық. Мереке құтты болсын, қош келдіңіздер бәріңізде бүгінгі дүбірлі тойға. Ендеше бүгіннен екі жақтың келісімін алып, шаңырақ көтерді ұйғарған бүгінгі екі жасқа баршамыз бақытымызды тілеп тұрып, жан дүниемізді иіп тұрып, шапалағымызды аямай, ұрып тұрып мүмкіншілік болса, тағы бір мәрте баршамыз орнымыздан тұрып қошемет құрметпен бүгінне ұясынан ұшқалы отырған қызғалдағымызды шақырайық ортаға. Бәрі тапқаны, қос өзен боп аққаны, бақытты бұл шақтары, күн нұрындай төгіледі махаббаттың шуағы. Шырайлы, шырайлы. Енді сіздер ортадан кетпеңіздер. Қадірлі ағайын, осы тойдың болатын алдында Гүлмира апай екеуміз біздің Адинадан арнайы сұрады. Бүгін тойға қандай саған сый керек, қандай эстрада жұлдызын шақырайық? Мұзарт шақырайық па, Роза Рымбаеваны шақырайық па, Мақпал шақырайық па, кім шақырайық дегенде, сонда біздің тілегі болды. Адинаның маған бір әнші керек, ол Айқын Төлепберген деген. Айқынды осы Астанада жүрген жерінен бүгін тойға әдейлеп шақырып отырмыз. Қарсы алыңыздар. Қазақ эстрадасының жарқын жұлдызы, бүгін кешкі арнайы келіп отырған Айқын ұлдарыңыз, қошеметтеріңіз. Қонақтар, тойларыңыз құтты болсын. Енді сіздерге өзіме қаратып сөз әңгіме айтпай қойын, оданша билетейін. Адила қарындасымыз Құдайберген екеулерің бақытты болыңдар, сіздерге өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Ерке қыздарыңызға арнап, ерке қыз дегеннен ортада бүчітпей кеттік. Құрметті қонақтар, кішкене ортаға шығып билеп қоямыз. Алатаудың етегінен сені көрдім, ақмаңдағы ару қыз көріп дедің, жүрегіме шоқ салып еретпедің, еркелеші ерке қыз. Ағларым қосылған қос өзің секілдеді, өзіңмен жан-парығым қосылды, тағдырым қосылған қос өзің секілдеді. Өзің боп өреңім, шаттыққа бөлендім, сәулешім сенімен танысқалы. Теңізге терегей жол тартқан кемедей, бойдақтық бізден де алыстады. Ойынды бастаймыз, эфирде миллионды кім алады ойына.
ендеше жауабын өзім айта салайын. 27 деген ол ағайын бүгінгі кешті жүргізіп жатқан тамаданың жасы ғой. Ан жақта бір әпкем ой деп қойды, не болды? Мен де біреудің баласым ғой. Тем более осы тойдың асабасым. Рахмет, жастарға бір қошемет көрсетіп қояйық ағайын. Рахмет. Мінекей алдарыңызға екінші ыстық ас келіп жатыр. Енді ағайынна мен тойды көріп жүрген ағаларым бар екен. Той басталғалы есін шығарып жатыр. Мақсат, сен кезінде шаншар бар, үлкен сахналарға мына ең алғашында пародиямен шығушы едің. Елбасымыз Назарбаевтың дауысын сап, Иманғали Тасмағамбетов, Кәрім Мәсімовтерде мына құттықтау жолдап жатушы едің, пародиясын кетіріп. Содан бір үзінді келдіп бір деп қоймай жатыр енді. Тыңдайын құлақ бар ма? Кімнің атынан құттықтап берейін? Назарбаев дейді. Енді шапалақтайын деп отырыңыздар. Қадірлі ағайын, бүгін біздің Әдинамыздың ұзатуына жұмыстың барлығын тастап, сонау Астанадан елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзге бұдыр екен. Шама келгенше шапалақпен, қолда келгенше қошеметпен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты шақырамыз. Шапалақ болмаса шықпай. Құрметті біздің барша қазақстандықтары, және де той қонақтары, сендер шапалақ ұрмайсыңдар ма? Біздің ата-бабаларымыз сан ғасырлар бойы ұлан-байтақ жерімізді білектің ұшымен, найзаның ұшымен құтқарып болған ағайын. Біздің осы күнге жеп отырғанымыз бұл тәуелсіздіктің арқасы. Дұрыс па? 90 жылдар қандай еді? Қазір Құдайға шүкір, үкімет оқимын деген адамға, жұмыс істеймін деген адамға барлық жағдай жасап жатыр. Мен жылда жолдауымды айтам ғой. Еліміздің келешегі жастардың қолында деп. Сондықтан ертең күні осы жерімізге де, осы елімізге де болып қалатын осы Құдай бергенде әділадай жастарымыз. Біз сендер үшін жұмыс істеп жатырмыз. Бақытты болыңдар айналайын. Елім заман жұртымыз тыныш болсын. Сондықтан бір жағынан бас, бір жағынан қол шығарып, бақытты өмірге шайық ағайын. Той құтты болсын. Гүлмира ханым қайда? Қонақтар күтіп жүр. Бүгін той деп жұмыстың барлығын тастап, Астанадан арнайы келіп отырмын. Ендеше айналайындар, сендерге сыйлық ретінде пәтерді қай жақтан берейін? Астанадан ба, Алматыдан ба? Шымылғадан берейін ба? Алматы дейді, Алматы сендерді қойып, менде де квартира жоқ. Астанадан 3 бөлмелі пәтерді кілтін тапсыруға рұқсат етіңіздер ағайын. Мен мына жылда жолдауымда айтам ғой, Қазақстан дамыған 30 мемлекеттің қатарына ену үшін қазақтың саны кем дегенде 20 миллионға жету керек. Сондықтан Гүлмира ханым, Мәлік құда балаларға айтып қойыңдар, бұдан кейін жатпай тұрмай жұмыс істеу керек болады. Қазақтың санын көбейте берсін деп бір бас изеп қойын. Рахмет. Жақсы жарымыз деп жасыққа жорып жатырмыз ғой. Бұлардың да бір еңбек еленіп, мемлекеттен пәтерлі болсын деп бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Ал ендеше